бір тәулікте 76 тілге аударылған қарт ананың 4 ауыр сөзі. Балам, мен қартайғанда мені қараусыз қалдырма. Ол кезде мен бейне сенің кішкентай кезіңдегідей асырауға мұқтаж боламын. Мен қартайғанда қолдарым дірілдеп, бейне сенің сәби кезіңдегідей асты киімге төгіп алуы мүмкін. Сол кезде сен сабырлы бол. Мен қартайғанда кейде сыртқа шығып таза ауа жұтқым келеді. Құдды сенің бала күніңде арбаға салып алып сыртқа алып шыққанымдай. Мені де далаға алып шығып серуендетіп тұрасың. Мен қартайғанда істеген ісімді, сөйлеген сөзімді ұмытып қаламын. Маңызы жоқ істер үшін басыңды ауыртып сөйлей беретін болармын. Ол кезде мен не десем де сенікі жөн деп көбірек сабыр сақтағайсың. Мен қартайғанда көп сөзді болып кетуі мүмкін. Ол кезде екі құлағыңды басып тұра қашпай, өтірік болса да тыңдаған кейіп танытып отыра берсең болады. Мен қартайғаннан кейін кішкентай балаға тәрбие бергенде, сенің де құлақ етіңді жеп тәрбие айта беру мүмкін. Ол кезде менің айтқаным көңіліңе жақса да, жақпаса да, жарайды деп басыңды изей салсаң болды. Балам, мен о дүниеге аттанғаннан кейін мәңгілік көзімді аша алмайтын болғанда, егер Алла қалап жатса, ол жақта да сенің бақытың мен отбасың үшін дұға жасайтын боламын. Жасы 80-нен асып қартайған бір ата бар еді. Сол кісі аяқ астынан зәр шығара алмай қатты қиналды. Балалары дереу жедел жәрдем шақыртып ауруханаға жеткізді. Тәжірибелі дәрігер ойланбастан іске кірісті. Сәлден соң жан қинаған зәр сыртқа шығып, атаның халі бірден жеңілдеп сала берді. Балалары дәрігерді жан жағынан қаумалап, алғыстарын жаудыртып мақтап жатты. Сосын әкелеріне назар аударып еді, ол кісі егіл-тегіл жылап жатыр екен. Олар әкелерінің көңілін аулап, бәрі жақсы болды, бәрі артта қалды, енді неге жылап жатырсыз деп сұрасты. Сонда ата жылауын тоқтатып былай деді: мына дәрігер бала маған бір рет көмек көрсетіп еді. Оған алғыс жаудырып құрметке бөледік. Оның қадірі мен орнын түсініп қалдық. Ал Алла тағаланың маған 80 жыл бойы жеңілдік жасап келгеніне ойланбаппын. Осыншама уақыт бойы өзінің жомарттығы мен кеңшілігіне сай ешқандай операцияға мұқтаж қалмай өз қажетімді өтеуге мүмкіндік беріп келіпті. Аллахтың қадірін осы уақытқа дейін сезінбей келіппін, дейді. Расында, Аллахтың нығметтеріне бойымыз үйреніп кеткені соншалықты, егер бізден біреу халімізді сұрай қалса, жаңа еш нәрсе жоқ деп жауап қатамыз. Нығметтерді үздіксіз пайдалана отыра, есен саулықтың жаңарып отыратынын сезінбейді екенбіз. Я Раббымыз, саған ауырмаған күндеріміздің баршасы үшін есепсіз нығметтердің үшін шүкіршілік әрі мақтау